Сабырхан Жамболат. Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің 2023-24 жылғы түлегім. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің экономика және бизнес жоғары мектебі факультетінің қаржы мамандығының бірінші курсында оқимын. 1 наурыз алғыс айту күніне орай барша мектеп ұжымына және өз мұғалімдеріме үлкен алғысымды білдіремін. Мен Садық Айдана Қайратқызы. Жаңа қазақ орта мектебінің 2023-2024 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Қарағанды қаласы Бөкетов атындағы университеттің ИНЯС факультетінің бірінші курсы студентім. 1 наурыз алғыс айту күнімен барша жаңа қазақ орта мектебінің ұжымын, өзімнің бұрынғы сынып жетекшім Гүлзипа Алиакбарованы құттықтаймын. Өзімнің алғысымды білдіремін. Мен Аманжан Арайлым, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студенті. Сонымен қатар Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің 2024 жылғы түлегі боламын. Алғыс айту күніне орай өзімнің аяулы мектебіме, білім ордама, сонымен қатар білім нәрімен сусындатқан ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіремін. Болашаққа бағдар берген, білім нәрімен сусындатып қана қоймай, ақыл кеңесін аямаған пән мұғалімдеріміз, сонымен қатар сынып жетекшім Алиакбарова Гүлзипа апайымызға ерекше алғысымды білдіремін. Болашаққа бағдар көрсеткен, ақыл кеңесін аямай, әрдайым бізді білім нәрімен ғана емес, болашаққа, жарқын болашаққа жетелеген ұстаздарымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және ұстаздар. Алда келе жатқан алғыс айту мейрамы баршаңызға құтты болсын. Ең алдымен мен алғысымды ата-анама білдіргім келеді. Мені осы күнге дейін жеткізіп, тәрбиелегендер үшін, әрқашан қолдауларын көрсеткендер үшін ата-анама шексіз алғысымды білдіремін. Екіншіден, бізді 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан Жібек жолы ауылындағы жаңа қазақ орта мектебінің барлық ұстаздарына алғысымды білдіремін. Әсіресе сынып жетекшім Гүлзипа апайға ерекше алғысымды білдіремін. Сіз бізге тек білім беріп қоймай, өмірге бағыт-бағдар беріп, қамқор болып, ақылыңызды аямадыңыз. Сол үшін сізге мың алғысымды білдіремін. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық университетінде мейрамханасы және қонақ үй бизнесінде оқып жатырмын. Осы жетістігім сіздердің еңбектеріңіздің арқасы деп білемін. Және де алғыс айту мерекесімен тағы да құттықтаймын. Хешарк, меня зовут Тимаш, бывший ученик 11 класса. 2024 жылы бітіруші түлегі. Бүгін өмірге қадам басқаныма себепкер болған мектебіме, одан бөлек ұстаздарыма мың алғыс.